Сәлем достар, бүгін сіздермен пельмен дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пельменіміздің қамырын дайындап аламыз. Бір жұмыртқаға жылы су құйып, үстіне аздап тұз сеуіп, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп қойып, жұмсарғанша ішіне салатын салмасын дайындай береміз. Ыдысымызға тартылған етті салып дайындап алып, үстіне жуаны майдалап тураймыз. Одан соң үстіне чай қасық бұрыш пен тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, күлшелеп, жайып, пельмендерімізді піруге дайындаймыз. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, өйткені суға қайнағанда езіліп кетуі мүмкін. Орташа қалыңдықта жайып, пельмендерімізді біртіндеп бүреміз. Пельмендеріміз мінекей дайын болды. Енді қайнап тұрған суда 7-10 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.